Бай болу үшін неден бастау қажет? Өз тағдырыңды өзің басқар, немесе онымен басқа біреу айналысады. Ноэл Тичи. Алдымен аз ақшаны ұстап үйрену қажет. Аз ақшаны ұстап үйренбейінше сіз үлкен соманы ұстай алмайсыз. Статистика бойынша әрбір 100 адамның 16-сы ауқаттылыққа қол жеткізеді. Алайда олардың тек біреуі ғана сол байлықты өмірінің соңына дейін сақтай алады. Және дәл сол адам бай адам болып есептеледі. Ақшаны ұстап қалу, оны табудан әлде қайда қиын болып табылады. Бай болуды қатты қалайтын адамдар үшін негізгі қажетті қағидаларды есте сақтаңыздар. Өз мүмкіндіктеріңізді әрқашан ақшадан жоғары қойыңыз. Сонда ақша сізге өзі келіп қызмет ететін болады. Егер адам өз мүмкіндіктерін ақшадан төмен қойса, ақша сіздің не жеп, не киіп, демалысқа қайда баратыныңызды, жақындарыңызға не сыйлайтыныңызды анықтайтын болады. Өз өміріңіздің сапасын өзіңіз айқындау үшін мүмкіндіктеріңізді ақшадан жоғары қойыңыз. Осы ережені бірнеше рет қайталап тыңдаңыз да, осы жөнінде ойланыңыз. Оны жаттап алып бірнеше рет қайталау керек. Сіз өз жұмысыңызды жақсы көресіз бе? Бірақ бір затқа қол жеткізу үшін оны жақсы көру азшылық етеді. Әуесқойлық қажет. Ал әуесқойлыққа реніш, күйініш, уайым тән. Әуесқойлық дегеніміз өз арманыңызға толығымен берілу. Жартылай емес, толығымен. Қажеттілік үшін жұмыс істейтін адамдар бар. Олар жұмысқа уақытысында келіп, уақытысында кетеді, өз жауапкершілігін атқарады. Алайда жұмысына ешқандай қызығушылық танытпайды. Оларға тек үрдістен қалмау маңызды. Мұндай адамдар армандамайды. Сәйкесінше түбінде ештеңеге қол жеткізе алмайды. Егер сіз бай болғыңыз келсе, ешқашан үрдіс үстіндегі адам болмаңыз. Барлық қиындықтар мен кедергілер арқылы соңғы нәтижені көре білетін, сонымен қатар өзінің бастапқы арманын есінен шығармайтын адамдар жетістікке жетеді. Сіздің ауқаттылығыңызға ешкім жауапты емес. Мемлекет те, билік те, заң да. Сізден басқа ешкім. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін сізге әлемге басқаша көзқарас қалыптастыру керек. Басқа тәжірибе, ой-сананың басқа трафаретін қалыптастыру қажет. Адам миынан асқан мүмкіндігі зор зат жоқ, тек оны дұрыс қолдана білу керек. Біздің айналамыздағы адамдардың 98% баяғы көзқарасты ұстануды жөн санайды. Бұл біздің жақындарымыз, достарымыз, таныстарымыз. Барлығының айтатыны бір зат. Ақша болғанда мен өз ісімді ашатын едім. Амал қанша, ақша жоқ. Алайда ақиқат белгілі ережені түсінуде. Бай болу үшін қимылдау керек. Арманыңа қол жеткізу үшін жаңалықтарға ұмтылып білім алу қажет. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Адамдар алдымен бай, сосын барып ақылды болды ма? Әлде алдымен ақылды, сосын бай болды ма? Әрине, алдымен ақылды, сосын барып бай болады. Сондықтан бай және жетістікке жеткен адамдар бөлісетін білімін меңгеріңіздер. Солардан үйреніңіздер және өзіңізге, өз жұмысыңызға және арманыңызға құштар болыңыз. Осылайша жұмыс істеңіз. Егер бай болғыңыз келсе, ешқашан үрдіс үстіндегі адам болмаңыз. Нәтижеге жететін адам болыңыз. Шешімін табу туралы нақыл. Ызғарлы әрі тұманды күні екі бала қатып қалған көл үстінде коньки теуіп жүреді. Мұз барлық жерде бірдей болмады, бірақ балалар оған көңіл аударған жоқ. Кенеттен бір жерде мұз жарылып, балалардың біреуі суға құлайды. Екінші бала саспай қолына тас алып мұзды жара бастайды. Ақыры мұзды жарып досын шығарып алады. Құтқарушылар келіп, болған оқиғаны көрген соң,
Сен мұны қалай істедің? Мұндағы мұз қалың және кішкентай тастармен сенің кішкентай қолдарыңмен оны ойып түсіру мүмкін емес, деп сұрайды. Осы кезде қастарына бір қария келіп, күліп, былай дейді: Мен оның қалай істегенін білемін. Қалай? Деп сұрайды одан. Себебі оның қасында бұл мүмкін емес деп айтатын адам болған жоқ. Уолт Дисней елестете алатын затыңды жасай аласың деген болатын.